Сәлеметсіздер ме бірінші сынып білім алушылары? Қазір бізде ана тілі сабағы, сабағымыздың тақырыбы сөйлеу не үшін қажет. Балалар, бүгінгі сабағымыздың мақсаты сөйлеудің не үшін қажет екенін үйренесіздер, ана тілі туралы білетін боласыздар. Енді балалар, суретке мұқият назар аударайық. Суретте не көріп тұрсыздар? Жарайсыңдар, енді маған жануарларды атаңыздар. Суретте қандай жануарлар берілген? Жануарлардан басқа құстар. Бұл қандай құстар? Өте жақсы. Енді әрбір тіршілік иесінің қандай іс-әрекет жасап жатқанын маған сөйлем бойынша айтсаңыздар. Жарайсыңдар, жауаптарыңыз қабылданды. Енді осы сурет бойынша мәтінді оқып шығайық. Мен оқимын, сіздер мұқият тыңдап отырыңыздар. Жер бетінде алуан түрлі тіршілік иелері бар. Солардың ішінде адам ғана сөйлей алады. Сөйлеу адамдардың бір-бірімен түсінісуі үшін қажет. Балалар, осы мәтінге талдау жасайықшы. Сөйлеу не үшін қажет? Жер бетіндегі тіршілік иелерінің ішінде қандай тіршілік иесі сөйлей алады? Балалар, қалай ойлайсыздар? Жануарлар не себепті сөйлей алмайды? Енді сөйлеу не үшін қажет деген сұраққа жауап берейік. Біздің сөйлеуіміз тыңдау, айту, оқу және жазудан тұрады. Яғни, тіршілік иелерінің ішінде тек қана адам ғана сөйлей алады. Себебі адам бір-бірін тыңдай алады, бір-біріне өз ойын айтып жеткізе алады. Адамдар оқи алады және жаза алады. Сол үшін міндетті түрде сөйлеу қажет. Ал жануарлар сөйлемейді. Жануарлар белгілі бір дыбыстарды ғана шығарады. Ол жайында қазір тапсырма орындаймыз. Енді оқулығымыздың 5-ші бетіндегі 2-ші жаттығуға назар аударайық. Сіздерге өлең берілген. Осы өлеңді дұрыстап тұрып түсініп оқып шығыңыздар. Өлеңді оқуға 5 минут уақыт беремін. Ал енді өлеңді оқып шықсаңыздар, мынау сұрақтарға жауап беріп көріңіздерші. Өз тілінде сөйлейді дегенді қалай түсінесіңдер? Және екінші сұрақ, жан-жануарлар сөйлей ала ма? Осы екі сұраққа ауызша түрде маған қазір жауап беріңіздер. Енді оқулығымыздың 4-ші жаттығуын орындайық. 1-ші бағанда сіздерге сұрақтар берілген, 2-ші бағанда суреттер берілген. Осы сұрақтарға жауап беру үшін біз суреттермен сәйкестендіру қажетпіз. 1-ші сұрақ, қарқылдайтын не? Қай жануар қарқылдайды? Қаңқылдайтын не? Қандай жануар қаңқылдайды? Суретке мұқият назар аударыңыздар. Шиқылдайтын жануарды атаңыз. Қандай жануар бізде шиқылдайды? Ал ырылдайтын жануар ше? Енді тексеріп көрейік. Қарқылдайтын не? Қарға қарқылдайды. Қаңқылдайтын не? Қаз қаңқылдайды. Шиқылдайтын не? Торғай шиқылдайды. Ырылдайтын не? Ит ырылдайды. Жарайсыңдар. Енді сабағымызға кері байланыс жасайық. Сіздер қазір маған хат жазасыздар. Егер сабақты түсінсеңіздер, түсіндім деп жазсаңыздар болады. Ал егер түсінбесеңіздер, қай жерін түсінбей қалдыңыздар? Қандай тапсырма қиындық тудырды? Қай тапсырма сіздерге күрделі болды? Сол туралы жазуға болады. Мен сіздердің хаттарыңызды күтемін. Үй жұмысын жазып алыңыздар. 2-ші жаттығудағы өлеңді жаттау және де 3-ші жаттығуды көшіріп жазу. 3-ші жаттығудағы сөйлемді мен сіздерге көрсетіп қойдым. Әлдейінен ананың, үйрен ана тіліңді. Осы сөйлемді сіздер көшіріп жазасыздар. Және де астына А әріпінің бас әрпін және кішкентай әріпін жазып шығыңыздар.